Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын сосиска в тесте, яғни шұжыққа оралған нанды қалай пісіру керек, қалай екі түрмен өру керек тәсілін сіздерге көрсететін боламын. Менің видеом ұнап жатса, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен 100 мл жылы суымызды, 100 мл жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды, 2 ас қасық қантымызды салып, екеуін ерігенше араластырып аламыз. Араластырып болған соң, кішкентай қасықпен дрожжымызды, яғни ашытқымызды салып, жақсылап араластырып алып, үстіне 70 грамм сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Үстіне 400 грамм ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қолымызбен осылай жақсылап қамыр илеп аламыз. Яғни ұнымыз сәл жеткіліксіз болатын болса, кішкене қосып, осылай үстіне себелеп отырып, қамырымызды жақсылап илейміз. Мінеки қамырымыз біркелкі болып, әдемі болып иленді. Енді бетін пленкамен жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. Бізде қамыр көтерілуі қажет. Мінеки қамырымыз өте әдемі болып, жұмсақ болып көтерілді. Енді осы қамырымызды біз барлығын әдемі қылып, біркелкі қылып жайып аламыз. Мінеки қамырымызды жайып алған соң, осылай ұзынша қылып кесіп шығамыз барлығын. Сосискамызды, яғни шұжығымызды алып, барлығын осылай дөңгелекше қылып орап шығамыз. Мінеки осылай орап болған соң, бетін жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілу қажет. Екінші түрін осылай дөңгелекше қылып, барлық қамырымызды қойып шығамыз. Кішкене бетін жауып, 5-10 минутқа қоямыз. Қамырымыз, яғни көтерілу қажет бұлда. Алғашқы сосискаларымыз осылай кішкене көтеріліп болған соң, үстіне жұмыртқамызды осылай әдемілеп жауып шығамыз. Үстіне әдемі болып көріну үшін күнжеттерімізді себеміз. Пешімізге 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Екінші бөлігіндегі қамырларға сосискаларымыздың ортасынан осылай бөліп жасасақ болады. Мінеки екінші бөлігіміздегі қамырларымыз дайын болды. Яғни бұған бізге оқтаудың қажеті жоқ. Қолымызбен кішкене қолымызды майлай отыра, осылай ұзынша қылып жаямыз. Міне сосискамызды осылай арасын ашпай, әдемі қылып орап шығамыз. Өте әдемі, жинақы болып шығады.
осылай беті жабық тұрған қамырымыздың шетінен алып, барлығын осылай оқтаусыз қолымызбен жайып шығып ораймыз. Мінекей, дайын болып шықты. Бұл бізде оқтаумен жайылған сосиска в тестеміз. Мінекей, өте әдемі болып көтерілген. Ал мынау бізде оқтаусыз қолмен жайылған сосискаларымыз. Бұның бетін 5-10 минутқа жауып, кішкене көтерілген күтеміз. Бетіне жұмыртқамыз бен күнжетімізді сеуіп, 180 градуста 30 минутқа пешке жібереміз. Мінекей, біздің сосиска в тестеміз өте жұмсақ болып шықты. Бізде мына түрі оқтаусыз жайылған, қолмен жайылған түрі болса, мына түрі бізде оқтаумен жайылған. Мінекей, екеуі де бірінен бірі өткен, өте сондай бір күшті болып көтерілген. Сіздерге сәттілік жасап көріңіздер.